Светофорда тұрғанда осылай видео түсіріп үлгерем. Одан кейін жұмысқа барғаннан кейін уақыт болмайды түсіруге. Жерде өзен андай су ағып жатады мына жерде. Ол бізде Сарыбұлақ деп айтылады. Сарыбұлақ өзені. Мына школа. Ар жағында менің жұмысым уже. Жаз кезінде осы жерде жүретін да көктемде 6 мың 7 мың шығырсып. Самойда. Машинам чушь. Медленно. Мен курткам қолтырып тұталым. Иә, молодец. Құттықтаймыз. Лайк басып кетіңдер, осы Мадиді құттықтап, лайк басып кетіңдер, курткасын жыртып алыпты. Енді мамасы қинап отыр, тіге алмай. Сен мынадай, қараш жақындатшы. Мынадай не бар екен бізде. Көрінбей тұр камераға. Қып-қиыс. Міне. Қисық қой. Қалай тек отсың, мам, қисық қой. Сен қинап отыр. Басқа ене алсай? Біздің ене жоғалып қапты, білмеймін, жоқ. Болмайды екен. Короче, жаңа енемен тіге алмадым. Сразу машинкамен тігетін болдым. Бұл машинкамды мен декретте отырғанда күйеуім алып берген. Енді осы не шаруаға жарады ғой. Ойлаймын, енді сап жүрейін босчикке тұру деп. Бірақ та осындай керекті. Мысалы, қалың куртканы қолмен тігу қиын ғой. Именно қолтық кезі, соны тіге салу күшті. Қайнаған ақбастау бар, ақбастау самайын ақбасқандар. Сен аңсайма қазіргі ақбастауды. Бұрынғы өреден құртап қашқандар. Бұрынғы өреден құртап қашқандар. Всем привет! Қалайсыздар? Бізде қар ұшқындап тұр. Мен поликлиникаға бара жатырмын, анализімді тапсыру үшін. Мен поликлиникам қалада. Уже қанша? 10 жылдан асып кеткен шығар, даже 15 жылдан асып кетті. Мен сол поликлиникада тіркеулім. Күйеуге шықпай тұрған кезде сол жаққа қаралғам. И ол жерден басқа жаққа ауысқым келмейді.
осы анализдарым шыққаннан кейін сосын мен аллергологқа барамын. Енді арықтау керек. Вот білмеймін, арықтауды бастайын да одан кейін тастап кетем. Сила боли жоқ. Білмеймін, қалай істеу керек. Қандай кеңес бересіздер сіздер? Ай, қолым. Каналымнан қорққан бар ғой. Саусақтан алды ғой. Соның өзі ауырады. Кеттім жұмысқа. Все, жұмысқа да жақындап қалдым. Бізде Астанада қар ұшқындап тұр. Кішкене көктем шығып қалып еді. Енді что-то салқындап тұр. Аяз білінеді. Осындай тамақ алдым. Еще влог көріп отырмын. Ал ас болсын бізге. Анель бізде панкейк пісіріп жатыр. Вообще бұл теста, кекстің тестасы болған, сұйық болып кетті. Сосын панкейк пісіре салды, е? Қазір шай ішеміз. Кімде? А4-да 76 миллион подписчик. Осылардың подписчиктеріне қызығаттау тұрады менің балам. Олар. Что самое доброе? Связка на пьер там везде. Связка тұрып ұрады ғой то. Пьерге қадайды ғой. Волейболын айтып жатыр. Маған түк қызық емес енді. Шортандылар финалға өтіп кетті. Оралға тегін билет, тегін форма, тамақтарды тегін, жататын жерді тегін. Бара алмай қалған еді. Шортандтан жеңіліп қалды. Шортанды деген бізде район. Бірақ солардың қыздары жеңіп кеткен ғой. Мен хотя бы бір команданы өзім алып шықтым, өзіміздің команданы. Туф. Подачам мен ағай мақтады ғой. Мысалы мен болмаса кім алып шығады деп. Кімнің қызы? Связка болып подача ұрдым ғой. Анельдің панкейктермен шай ішіп қазір. Что-то жұқа болыпты, ча? Күйетін ешнәрсе жоқ. Сода қайда екен? Жоқ, сода тұр ғой ана жерде. Я разрыхлитель алуға ұмытып кеттім да. И вареньемен. Маған вообще тәтті жеу келмейді. Сүтпен шай ішу келмейді. Какао. Кәдімгі жоқ дейін. Жарайды деп жеп алайын деп жатырмын. Ертең сосын аллерголogқа барам ғой. Ал мен осының бәрін пісірген. Осының бәрі дейді. 5-6 панкейкті. Ананы істеп қой мен басымды. Какаоға қант салушы мен? Біз бірақ команданың жеміп кетті ол мен арқамда. Жарайды. Жай Целиноградты жинаймыз скоро. Не? Наурыздың каникулы бола ма? Сол кезде ма? Сол кезде болады екен. Кеше мен сұрап алғанмын. Жағайдың туралы отырып алғанмын. Енді сендер не етпейсіңдер ме? Дайындалмайсыңдар ма дұрыстап? Ертең дайындаламыз.
Бізде барлығы бар, подача бар, просто физический тренировка жоқ деп андай. Достар, осымен бүгінгі күніміз аяқталды. Иә, осымен осы видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да қандай тақырыпта видео түсірген сіздерге ұнайды. Осындай күнделікті влог па, әлде басқа бір тақырыпта ма? Жазып кетіңіздер. Тіркелуге ұмытпаңыздар. Мазар, кәне бірдеңе айтшы. Не деп? Білмеймін. Лайк басып кетіңдер. Давайте.